Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті. Су шаруашылығы және табиғатқа үйлестіру институтының су ресурстары кафедрасы ұсынады. Су техникалық ізденістер онлайн курсы. Заманауи халық шаруашылық проблемалардың ең негізгісі су ресурстарын тиімді, кешенді пайдалану және қорғау болып табылады. Өндірістің және ауыл шаруашылығының қарқынды дамуы, қала тұрғындарының өсуі, су ресурстарын қорғауда және пайдалануда бірқатар жаңа аспекттер қолданылады. Шаруашылық тұрмыстық және өндірістік сумен қамту тығыз орналасқан және өндірісі дамыған аудандарда табиғи су ресурстарын шектеулі пайдалану өткір мәселе болып тұр. Соңғы кезде іске асырылған су шаруашылық іс-шаралар мен енгізілген жобаларды орындау үшін оқуға көп көңіл бөлу мен ізденістер жүргізуді қажет етеді. Су техникалық ізденістер курсын оқытудың мақсаты студенттерді су қоймалары, өзен және көлдерді зерттеу мен ізденіс жұмыстарын жүргізу әдістерімен, оларды кешенді пайдалану мақсатымен және халық шаруашылығының басқа да салаларының қажеттіліктерімен таныстыру болып табылады. Пән материалдарын оқып үйрену нәтижесінде студенттер ізденістердің ұйымдастырылуымен, құрылыстарда және жобаларда олардың байланысын, барлық негізгі жұмыстардың түрлерімен, әдістердің орындалуымен танысады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.